Стэнфорд Бридж деген алаңында Челси бүгін 3 ұпай тағалуда. Эстевао соңғы минутта бір гол салып, бұл голы жеңіс гол деп саналуда. Спат деген басталды Ливерпульде. 3 ойын қатарынан қадалуда. Кайседо бас жағында есеп ашып, бұзып қарсыластың қамалында. Ортасында Гакпо бір гол салғанменен ары қарай таба алмады амалында. Аристократтар шаршы топты жарып отыр, қызылдар мен біраз жерге барып отыр. Челсидің жеңісінің арқасында Арсенал көшбасына барып отыр. Бір лондондық команда жеңіп бүгін, бір лондондық бірінші орын алып отыр. Челси фандар тойлаған тойы мына, 3 ұпайдың барып жатқан байыбына. Енді бәріміз ұйықтамай ауысайық, Реал мен Вильяреал ойынын ауайық.